Саламатсыздар ма? Менің есімім Қуанбай Ерназар. Біз құрылыс саласына жақсы ыңғайлы инструменттер жеткізумен айналысып келе жатырмыз. Компанияның ашылғанына бұйырса 2 жыл болып қалды. Біздің негізгі мақсаттарымыз ол құрылыс саласының сапасын жақсарту, құрылысшыларға ыңғайлы, қолайлы жағдай жасап беру. Инструменттеріміз негізінен барлығы Қытайдан келеді, бірақ өздеріңіз білетіндей, Қытайда сапалы және сапасыз тауарлар болады. Біз тікелей завод производителімен жұмыс істегендіктен біздің бағамыз төмен, соған орай сапасы да жақсы, ыңғайлы. Сосын құрылысшылар үшін тағы да бір маңызды нәрсе, ол инструменттердің сервис бұзылған жағдайда не істейміз деген сұрақтар болады. Біз барлық инструменттерімізге кепілдік береміз 1 жылға. Егер заводтың ақаулары шығатын болса, онда тегін ауыстырып береміз. Егер де өздеріңіз абайсызда құлатып, сындырып алған жағдайда қосалқы бөлшектерін сатып алсаңыздар, тегін ауыстырып береміз. Қосалқы бөлшектері де қолжетімді бағада, қымбат емес. Қазірге дейін біздің тұрақты клиенттеріміз өздеріне және бізге де ыңғайлы болу үшін бұзылған инструменттерін бізге курьермен салып жібереді. Таңертең салып жүрген инструментін біз түсте қайттан жасап өздеріне жібереміз. Кей жағдайларда өзіміздің менеджерлеріміз барып объектіге инструменттеріңізді тексереді. Егер жасалу оңай болып жатса, объекттің басында жасап береміз. Болмаса өзіміздің сервис центрімізге алып келеміз. Біз Қазақстан бойынша жұмыс істейтін болғандықтан өңірлердегі клиенттеріміз қоятын сұрақтары доставка болады ма, жеткізіп бере аласыздар ма? Біз оларға таксиден салып жібере аламыз. 1 күннің ішінде жеткіземіз жақын қалаларға. Ал такси бармайтын өзге қалаларға, алыстағы, оларға курьермен жібереміз. Ол ұзақ болса, көп болса 3-4 күн уақыт алады. Негізі біз көптеген құрылысшылармен жұмыс істейміз. Сол кезде әртүрлі жағдайлар кездеседі. Кейбір құрылысшылар бірнеше жылдың ішінде көтеріліп, мол табысқа жетіп жатады. Ал кейбіреулері 10 жылдан бері айналысып келе жатса да, әлі сол табысында еселей алмаған. Біздің ойымызша оның бірнеше себептері бар. Бізде қазақта найман істейма, сайман істейма дейді ғой. Ол бірінші адам, екінші құрал сайманға байланысты. Дұрыс инструментпен жұмыс істесеңіздер, құрылыс саласында жетістікке жету оңай. Бұл салада қазірше конкуренция аз деп айтуға болады. Мен өзімнің құрылыс саласында тәжірибеме сүйеніп, сіздерге инструмент таңдауда берер кеңесім, кей адамдар еуропалық инструменттерді қана қолданады. Кейбіреуі китайский инструменттер дұрыс деп санайды. Менің ойымша, қайсысын қолдансаңыздар да, оның бағасы қолжетімді болу керек. Екіншіден, оның сервисі болу керек, ремонты. Сосын қосалқы бөлшектері арзан болу керек. Сіздің жұмысыңыз тоқтап қалмас үшін, менің ойымша, инструмент 1 күннің ішінде жасалу керек. Сосын кейбір инструменттердің өкінішке орай өзі сатылып, расходный материалдар болмайды. Ол жағында ескергендеріңіз дұрыс. Расходный материалдың бағасы өте көп маңызды рөл ойнайды. Инструментіңіз қанша сапалы болғанмен, расходный материал қымбат болса, ол кез келген тапсырыс берушіге тиімсіз. Өйткені хилти алып алады, оның шегесі қымбат, заказчик алып бермей қояды. Грако деген андай агрегат 4 миллион тұрады, мысалға. Қымбат қой ол. Оның ремкомплекті 80-90 мың, 100 мың тұрады, бір сальник какой-то. Біздікімен бірдей жұмыс істейді, качествосы бірдей. 1,2 миллион тұрады бізде. Қытайда шығатын инструменттердің сапасына келер болсақ, өздеріңіз білетіндей, қазір дамыған елдерде, Еуропада болсын, Америкада болсын, көптеген қосалқы бөлшектерді Қытайға тапсырыс беру арқылы жасатады, немесе Қытайда құрастырады. Ал біздің кейбір завод производительдеріміз сол еуропалық нарыққа арнап қосалқы бөлшектер жасайтындықтан сапасы еуропалық инструменттермен бірдей деп айта аламыз. Біздің тұрақты клиенттеріміздің не үшін бізбен жұмыс істейтін себептеріне келер болсақ, біздің инструменттеріміз ол адам күшін азайтады, немесе жұмыстың жылдамдығын арттырады процесті. Өздеріңіз білетіндей, қазір құрылыс саласында адам жетіспеушілігі байқалады. Әлі де бұрынғы инструменттерді қолданып жүрген кісілерге айтарым, заман күн сайын өзгеріп жатыр, дамыған сайын жаңа технологиялар шығуда. Сіз заман ағымынан қалмай құрылыс саласында жетістікке жеткіңіз келсе, онда
соңғы шыққан жақсы инструменттерді қолданғаныңыз дұрыс болады. Сонда ғана пайда таба аласыз. Есептеп қарасақ, құрылыс саласындағы ақшаның көп бөлігі ол еңбек күшіне кетеді, құрылысшыларға кетеді яғни. Ал ақшаны экономдаудың бір тәсілі ол құрылысшылардың санын азайту. Азайту үшін сізге заманауи жақсы инструменттер керек болады. Ал егер сол инструменттерді қолжетімді арзан бағада алғыңыз келсе, біздің компаниямызға хабарласыңыз. Сосын біз өзіміздің тұрақты клиенттерімізбен және Қазақстандағы барлық құрылысшылармен жақын қарым-қатынаста болу үшін өзіміздің жұмысымызды, жаңалықтарымызды Instagram каналымызға салып отыратын боламыз. Біздің Instagram каналымызға жазылып, бізбен бірге болыңыздар.